2027 жылы ел жаңа қауіпке тап болады. Вирус тарап, барлық адамдарды зомбилерге айналдырады. Бұл апат өте жылдам тарап, миллиондаған адамдарды жұқтырып, елдің және адамзаттың тағдырын қауіпке тігеді. Әскер тез әрекет етіп, вирусты ұстауға тырысады. Елден қашып шығуға тырысқан кез келген зомбиді өлтіреді, аурудың бүкіл әлемге таралуын болдырмау үшін. Соның салдарынан әскер жаңа элиталық бөлімді құрады, инфекцияға қарсы арнайы бөлім, оның миссиясы кез келген зомбиді өлтіру. Мұнда біз Уокермен танысамыз, осы бөлімнің қолбасшысы, ең табысты зомби аңшыларының бірі ретінде танымал. Оның беделі өлімге толы көшелердегі сансыз шайқастарға негізделген. Келесі көріністе біз Глориямен танысамыз, Циклопс қару корпорациясының бас директоры, ол компанияны кеңейте алды. Вирус эпидемиясының апаты қару компанияларын тез өсіруге көмектесті, және Циклопстан кәдімгі адамдардан бастап, жаһандық агенттіктерге дейін барлығы жұмыс талап етеді. Біз Глорияның кеңсесінде екі ер адаммен отырғанын көреміз. Олар одан бәсекелес компания олардан бұрын вакцина жасамас бұрын вакцина жасауға кірісуін сұрайды. Бірақ Глория тыныштықпен оларға жарыс әлдеқашан басталғанын, олар вакцина сынақтарын бастағанын және Терминал Ситидегі зертханада ғалымдары айтарлықтай прогреске қол жеткізгенін сендіреді. Олар әңгімелесуді аяқтай алмай тұрғанда, Глорияның көмекшісі жаңа есеппен кіреді. Онда вакцина сынақтары күткеннен де жылдам жүріп жатқаны айтылады, алайда ел әлі тұрақсыз күйде. Келесі көріністе біз Кристпен танысамыз, вирустың басталуымен өмірі құрдымға кеткен жасөспірім бала, оның отбасы жұқтырылған. Ол енді виртуалды шындық әлемінде өмір сүреді, бір күні болашаққа деген үмітін үзбеген. Кенеттен екі таңқаларлық әскери адам оны қуып жетеді. Олар оның виртуалды шындық ойындарындағы кәсіби деңгейін біледі және өте жоғары жалақымен қауіпті жұмыс ұсынады. Оның істейтін ісі нақты шайқасқа қосылу. Сонымен қатар, бокс матчының тікелей эфирі көрсетіліп жатыр және бүкіл әлем қарап отыр. Миллиондаған көрермен Саманта өз қарсыласын жеңгенін көреді. Жекпе-жектен кейін ол эфирді таратқан адамнан ақшасын талап етеді. Ол оның үлесін азайтуды ұсынғанда, Саманта еш ойланбастан оны ұрып, ұялы телефонды алып қашады. Алайда қауіпсіздік күзетшілері оны алысқа жібермей ұстап алады. Сол сәтте жұмбақ әскери адамдар оның алдында пайда болып, бас тарта алмайтын мәміле ұсынады. Олар оған үлкен сома ақша және полиция базасынан қылмыстық құжатын өшіруді уәде етеді. Қиын өмірден құтылғысы келген Саманта келіседі. Біз оның жалғыз емес екенін білеміз. Крис тағы бір топ жастармен бірге сол командаға қосылады. Олардың арасында PUBG'дің кәсіби ойыншысы Дэниел, ақша үшін бәрін жасайтын үмітсіз жас жігіт Джеральд және зомбилер отбасының өлтіргені үшін тек кек алуға ғана мүдделі қыз Наоми бар. Оларды әскери базаға апарады. Онда оларды осы миссияның артындағы адам полковник Кани қарсы алады. Оларға капитан Росток және атақты капитан Уокер, аңызға айналған зомби аңшысы, жолбасшылық етеді. Уокер тікелей іске кіріседі. Ол қару компаниясы Циклопсқа олардың қажет екенін түсіндіреді. Олардың миссиясы Терминал Ситидегі зертханадан ғалымдарды құтқару. Ол қазір зомби қаласына айналған. Ол оларға жаңа буын қажет екенін түсіндіреді, және бұл жерде Крис және оның командасы кіреді. Ол оларды зомби аңшыларына айналдыру үшін жаттықтыратынын айтады. Келесі күні команда ауыр жаттығуды бастайды. Физикалық жаттығулардан бастап, қару және нысанаға ату жаттығулары. Уокер оларға әртүрлі қаруларды таныстырып, қалаулары бойынша таңдауға мүмкіндік береді. Джон бірінші болып зомбиге мылтықпен нысанаға алады, бірақ зомби қайта тұрғанда үрейленіп, мылтықты лақтырып жібереді, және оқ кездейсоқ оны өзіне тигізеді. Жастар әлі бұл шайқасқа дайын емес екені анық. Уокер оларға тек қару жаттығуы ғана емес, жауынгерлік дағдылар қажет екенін түсінеді. Ол өз тәсілін өзгертіп, зомбилерді тезірек жою үшін өлімге әкелетін әдістерді үйретеді. Бірақ бәрі үйренуге дайын емес. Біреуі тым сенімді болып, зомбиді қолмен өлтіруге тырысады. Зомби әлі тірі екенін байқамай қалады да шағып алады. Уокер лейтенант Мартыновты шақырып, оларға жауынгерлік әдістер мен маңызды дағдыларды үйретуді тапсырады. Мартынов пышақ пен балта қолданып, зомбилерді жақын қашықтықта өлтіруді көрсетеді. Ол егер жүйкеге тисе, ешқандай кідіріске орын жоқ екенін,
үлкен топ зомбилерді бірнеше секундта жою үшін граната қолдану керектігін айтады. Осы қарқынды жаттығудан кейін команда демалады. Джеральд бильярд ойнап жатқанда бір солдат келіп, оларды шығарып жібереді. Өйткені олар тәжірибесіз балалар және заңдылықтары бар нысандарға лайық емес деп айтады. Крист қорықпай жауап береді. Олар да солар сияқты жаттығатынын, енді элиталық зомби аңшыларының құрамында екенін, яғни олар да нағыз солдаттар екенін еске салады. Жағдай шиеленседі, төбелесуге дейін барады, бірақ Уокер араласып, өзінің болуымен дауды тоқтатады. Ол жастарды жататын орындарына жібереді және мәселені шешеді. Жастар кеткен соң ол солдаттармен сөйлесіп, бұл жас стажерлер елді тек басқа жаулардан ғана емес, өлімге толы зомбилерден де қорғайтынын еске салады. Ол солдаттардан Крист пен жастарға құрмет көрсетуді талап етеді. Осы уақытта Циклопстың Терминал Ситидегі жасырын зертханасында үлкен апат болады. Зомбилер ғимаратқа басып кіреді және барлығы бақылаудан шығады. Ондағылардың барлығы дерлік вирус жұқтырады. Тек бір ғана адам, ғалым Тара қалады. Ол Глорияға соңғы хат жібереді. Келесі күні генерал Колин қайғылы бетпен орталыққа кіреді. Ол қызы Тарадан хат алғанын, зомбилер зертханаға кіргенін айтады. Енді басқа амал жоқ, Терминал Ситиге бару керек, Тараны құтқару және зерттеу деректерін алу керек, олар жоғалмас бұрын. Команда кетер алдында миссия туралы нұсқау алады. Олардың мақсаты нөлдік аймақ, зомби эпидемиясы басталған жер. Проблема сол аймақ зомбилерге толы және өте абай болу керек. Олар қаруланады және Уокер командасымен тікұшаққа мініп, тікелей Терминал Ситиге бет алады. Аспанда Уокер жастарға қарап, қателесуге орын жоқ екенін, әр қимыл есептелуі керек, бір қате бәрін құртуы мүмкін екенін айтады. Олар келгенде барлығы шиеленіскен. Уокер оларға атысты абайлап қолдануды айтады, өйткені қатты оқтар көбірек зомбилерді тартады. Бірақ ғимаратқа жақындағанда Дэниел үрейленіп кездейсоқ оқ атады. Қатты дауыс көптеген зомбилерді тартады. Команда бір мезгілде атып, оларды тазартуға мәжбүр болады. Шайқас кезінде Крист артынан тағы бір топ зомбилер келе жатқанын байқайды. Уокер бірден жақын ғимаратқа шегінуге бұйрық береді, өйткені олардың миссиясы зомбилерді өлтіру емес, Тараны табу. Команда есіктерді дер кезінде құлыптайды, бірақ зомбилердің саны үздіксіз артып жатқанын көреді. Осы кезде капитан Росток артынан келген зомбилерді байқамай қалады. Олар оны шабуылдап, барлық жағынан қоршап алады. Мұны көрген жастар үрейленіп, зомбилерден қашады. Дэниел жол көрсетіп, зертхананы тапқанын айқайлайды. Уақыт аз екенін біліп, олар тікелей сол жаққа жүгіреді, зомбилер жақындап келеді. Ақырында олар зертханаға жетіп, Тараны табады, ол барлық зерттеу деректерін қауіпсіз сақтаған. Енді операцияның ең маңызды бөлігі орындалды, олар тікұшаққа қайтып, зомбилер басқан қаланы тастап кетуге дайындалады. Бірақ шыққанда жолдарын үлкен зомби нөлдік пациент бөгеп тұр. Бұл вирус жұқтырған алғашқы адам, түнгі қорқыныш сияқты және өте күшті. Бірнеше рет оқ тисе де қозғала береді және өлмейді. Ол Дэниел мен Самантаға шабуыл жасайды. Саманта жараланып, ақсақтай бастағанда уақытты босқа өткізуге болмайтынын түсінеді. Ол Уокер мен басқаларға кетуді, ал өзі үлкен зомбиді алаңдатып тұратынын айтады. Кетер алдында Уокер граната лақтырады, және Саманта соңғы соққысымен үлкен зомбиді жарылыста жояды. Өкінішке орай, ол өзі де жарылыстан тірі қалмайды. Осылайша Дэниел мен Саманта зомбилерден өледі. Қалған команда қашуға тырысқанда, Джеральд те күтпеген жерден ұсталып, жеп қояды. Енді тек 6 адам қалады. Уокер, Крист, Мартынов, Тара, Наоми және лейтенант Марселла қалған соңғы солдат. Уақытша қауіпсіз жер тапқан соң Уокер бірден генерал Колинге хабарласып, құтқару тобын сұрайды. Бірақ күтпеген жауап алады. Генерал Колин оған базаға оралмауды және резервтік жоспарды іске қосуды бұйырады. Уокер таң қалады. Колин оған шындықты ашады. Глория оның қызын кепілге алып, оларды артынан басқарып отыр. Колин Глорияның қару сату үшін зомби апатын өзі бастағанын күдіктенгенін, сонымен қатар өз теледидары арқылы баспасөзді басқарып, хаос таратып жатқанын растайды. Колин оны тоқтата алмаған, әсіресе қызы зомбилер қаласында тұтқында болғандықтан. Енді қызы қауіпсіз болған соң, Колин Глориядан қорықпайтынын айтады.
Ол әрі қарай айта алмайды, өйткені Глорияның адамдары оны атып өлтіреді, ол оны әшкерелейді деп қорқады. Келесі көріністе Глория өз адамдарына құпия хабар жібереді, Тараны бақылауда ұстауды бұйырады. Біз Уокер тобында тыңшы барын түсінеміз, бірақ ешкім кім екенін білмейді. Командаға оралған Уокер оларды жинап, жаман жаңалықты айтады. Колин көмек жібере алмайды, олар енді өз бетінше. Басқа амал жоқ, олар резервтік жоспарды орындауға мәжбүр, қаладан қашып, Глорияны әлемге әшкерелеу. Резервтік жоспарды талқылап жатқанда олар аспанға сигнальды ракета ұшқанын көреді. Біреу әлі тірі екенін түсінеді. Уокер оларға тез қозғалуды айтады. Ракета сигналы олардың жалғыз емес екенін білдіреді. Олар сигнал көзіне барады, көмек табамыз деп ойлайды, бірақ келгенде қарулы әйелдер оларға қаруын көтеріп кетуді талап етеді. Уокер көмек сұрайды. Әйелдер бір сәтке тоқтап, қаруларын түсіріп, жастарды шағын шіркеуге апарады. Онда сыртқы әлемнен оқшауланған баспана, әке Джулиан және зомби апатынан аман қалған топ бар. Сол сәтте әке оларға шындықты айтады. Ол да олар сияқты қаладан қашқысы келеді, бірақ үлкен проблема сырттағы зомби ордасына қарсы тұруға жеткілікті қарулары жоқ. Алайда оның қаланың сыртына шығаратын көлігі бар, егер олар жүгіріп жетсе. Уокер бұл операцияны өзі орындауды шешеді. Ол лейтенант Марселла мен Мартыновқа дайындалуға, ал өзімен Крис көлікті алуға барады. Бірақ көлікке жеткенде оның бұзылғанын көріп таң қалады. Уокер уақыт аз екенін біле тұра бірден жөндеуге кіріседі. Бірақ олар ештеңе істей алмай тұрғанда, екінші жақта өте таңқаларлық нәрсе болады. Мартынов кенеттен барлығына қаруларын тастауды бұйырады. Жастар шатасады. Міне, шындық ашылады. Бүкіл уақыт бойы Мартынов Глория жіберген тыңшы болған, олардың қозғалысын бақылап отырған. Ол тарадан барлық зерттеуі бар флешкасын талап етеді. Бұл оның жоспарының бөлігі еді, оны тікелей Глорияға өткізу. Бақтымызға қарай, ол үлкен қателік жасайды. Уокерді өлтірмей, бетпе-бет келеді. Уокер оны жеңеді. Сол кезде шуға тартылған зомби келіп, Уокердің қолын шағып алады. Уокер сөмкесінен таңғажайып ертінді алып, өзіне енгізеді. Ешкім білмейді. Уокер 3 ай бұрын зомби шағып алған, қатаң диета мен жаттығулардың арқасында иммунитеті әлсіремеген, инфекцияға төтеп берген. Оны шынымен құтқарғаны әскер жасаған, әлі сынақ сатысындағы экспериментальды вакцина. Ол вирус денесінде таралуына жол бермеді. Уақытты босқа өткізуге болмайды. Уокер шіркеуде қалу мүмкін емес екенін, циклопс оларды вакцинамен және тараның флешкасымен оралғанша құлыптауы мүмкін екенін біледі. Зомбилер жақындап келе жатқанын көріп, барлығын қорғауға жеткілікті қарулары жоқ болғандықтан, Уокер Джулиан мен басқа тірі қалғандарға шіркеуде жасырынып тұруды айтады. Ал өзімен командасы шекараға бет алады, ондағы солдаттар көмектеседі деп үміттенеді. Ол оларды міндетті түрде құтқарып оралатындығына уәде береді, тірі қалғандарды зомбилерге тастап кетпейтінін айтады. Джулиан келіседі. Мартыновтың опасыздығына қарамастан, Уокер оны бақылауда ұстауды шешеді. Олар қарулы әйелдерді өздерімен алып, бар қаруларымен сырттағы зомбилерге қарсы шығады. Жоспар бойынша олар көлікке жетіп, мініп, зомбилер арқылы өтіп кетеді. Көлік жүріп бара жатқанда Крис Наомиге аздап қалжыңдап, оның зомбилерге қарсы батыл стилін айтады. Ол оның батылдығына әрқашан тартылғанын, бұл кошмардан құтылған соң оны романтикалық кездесуге шақыратынын айтады. Бірақ өкінішке орай, оларда мүмкіндік болмайды. Көлік жолдың ортасында бұзылып, бензині таусылады. Олар шекарадан 3 шақырым жерде. Көліксіз олар жаяу жүруге мәжбүр. Әскери бақылау пунктіне бет алады. Жүріп бара жатып алыстан зомбилердің қатты дауысын естиді. Кенеттен оларды үлкен зомби ордасы қоршап алады. Уокер Тара мен басқаларға жақын ғимаратқа жасырынуды, ал өзі бөлінген Крис пен Наоми іздеуді айтады. Екінші жақта Джулиан Мартыновты бақылап, онымен сөйлесуге тырысады. Оны өлмес бұрын өкінуге көндіруге тырысады. Мартынов шын жүректен өкінгенін, істегені үшін өкінішін білдіреді. Джулиан оны шешіп берсе, ол барлығын құтқаратынын, күнәсін өтеуге уәде береді. Джулиан сеніп, оны шешіп береді. Бірақ Мартынов өтірік айтқанын көрсетіп, Джулианға шабуыл жасайды. Оның өкініші тек алдау еді.
Осы уақытта циклопс кеңсесінде Глория суық қалыпта сөйлеседі. Мартыновтан вакцинаны алмағанын естіп ашуланады. Зомбилер саны мен күші уақыт өткен сайын артып жатқанын, жағдай бақылаудан шыққанда ол адамдарына терминал Ситиді бомбалауды бұйырады. Ол картадан өшірілуі керек, инфекция әрі қарай таралмас үшін. Тара мен басқалар күтіп отырған ғимаратқа оралғанда жағдай мүлдем басқаша. Шіркеуден кездескен әйелдер Тара мен Марселлаға қаруларын көтеріп, олар да Глория жіберген тыңшылар екенін, вакцинаны алу үшін келгенін көрсетеді. Бірақ жағдай нашарламай тұрғанда Уокер дер кезінде келіп, оларды өлтіріп, Тара мен Марселланы құтқарады. Екінші жақта Наоми мен Крист зомбилерден әрең құтылады. Олар бір-бірімен сөйлесіп, жоғалтқан отбасылар үшін қайғыратынын айтады. Олардың арасында байланыс сезіледі. Бірақ сәт ұзаққа созылмайды. Наоми кенеттен үлкен зомби тобының шабуылына ұшырайды. Кристті құтқару үшін ол гранатаны жардырып, өзін құрбан етеді, айналадағы зомбилерді өзімен бірге алады. Уокерге оралғанда ол Тарамен сөйлесіп тұрып, Марселланың жоқ екенін байқайды. Дабыл қағып, іздеуге шығады. Оны тапқанда, Марселла ауыр жаралы, қанға боялған. Ол Мартынов оларды қуып жетіп, шабуыл жасағанын түсінеді. Уокер одан бетер ашуланып, олар тағы шайқасады. Мартынов қол күресінде шебер екені байқалады. Бірнеше секундта ол Уокерді жерге қатырып тұншықтырады. Уокер есінен тана бастағанда Тара келіп, Мартыновты атып, соңғы сәтте Уокерді құтқарады. Өкінішке орай, атыс дауысы көптеген аш зомбилерді тартады. Уокер қауіпті түсініп, өте қиын шешім қабылдайды. Олар бұл жерде қалуға тәуекел етпейді. Мартыновқа соңғы рет қарап, жастарға қозғалуды айтады. Зомбилер бірден шабуылдап, Мартыновты жей бастайды. Команда оның айқайын естіп кетеді. Уокер мен Тара әрі қарай қашар алдында Крист қайғылы күйде келіп, Наоми өлгенін, Марселла да өлгенін айтады. Енді тек үшеуі қалды. Бірақ уақыт жоқ, егер осы кошмардан құтылғылары келсе, шекараға жету керек. Ақырында шекараға жеткенде олар бақылау пунктін мыңдаған зомбилер қоршап тұрғанын көріп таңғалады. Олардың санын көріп, шайқаспай өту мүмкін емес екенін түсінеді. Уокер басқа амал жоқ, зомбилермен бетпе-бет келіп, тірі қалуға дұға ету керек екенін біледі. Сол кезде шекарада тұрған бір солдат тірі қалғандарды байқайды. Қауіпті байқап, ол жауынгер ұшақтарға хабарласып, миссияны кейінге қалдыруды бұйырады. Олардың жоспары қаланы ядролық бомбамен жою болатын. Жауынгер ұшақтардың дауысы зомбилерді алаңдатады. Бұл Уокер мен жастарға орда арқылы жүгіріп өтіп, шекарадағы солдаттарға жетуге мүмкіндік береді. Олар жеткен соң Уокер мен команда болған оқиғаны айтып береді. Солдаттар оларды штабқа апармақ болғанда Уокер тоқтатып, әлі бір нәрсе істеу керек екенін айтады. Ол Джулианға уәде бергенін, шіркеудегі адамдарды құтқару керек екенін еске салады, оларды тастап кете алмайды. Бірақ ол келгенде олардың барлығы зомбиге айналғанын көреді. Басқа амал таппай, оларды бір-бірлеп өлтіруге мәжбүр болады. Жүрегі ауырады. Келесі көріністе шындық ашылады. Бүкіл осы оқиға Крист пен достары ойнаған виртуалды шындық ойыны ғана. Бәрі тек иллюзия және симуляция болған. Бірақ соған қарамастан, Крист 2 аптадан кейін олар ойнаған ойын шындыққа айналғанын айтады. Вирус шынымен тарап, адамдарды зомбилерге айналдырады, және бүкіл әлем құрдымға кетеді. Крист аз ғана тірі қалғандардың бірі болып, адамзат жоғалтқан нәрсені қайта құру үшін арнайы бөлім құрады. Фильм аяқталады және біз түсінеміз. Олар бастан өткергені тек басында ғана. Әлем енді қирады және жалғыз үміт қайта құру.